Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін мен сіздерге доллар гүлімнің күтімі туралы көрсетпекшімін. Соңғы кездерде комментарийда доллар гүлінің жапырағы неге сарғаяды, оған суды қалай құямыз деген сұрақтар көбейіп кетті. Сол себепті мен доллар гүлінің күтімі мен жапырағы неге сарғаятынымен бөліскім келіп отыр. Мына доллар гүлі өте өзін жақсы сезінеді. Жапырақтары жап-жасыл, әдемі, барлық микроэлементтері жеткілікті болып, жақсы өсіп тұр. Атроскалағаныма көп болмаған, өте жас осындай әдемі гүл. Мына горшогына келер болсақ, горшогы өте тар болу керек. Горшогы тар гүл, егер горшогы тар болған кезде, мындай стрелкаларын жақсы жіберетін болады. Егер үлкен горшокқа отырғызатын болсаңыздар, бұлның картошкасы бар тамырында. Құйған суларыңызды сіңіре алмай, картошкасы шіріп кетеді. Сол себепті де абай болыңыздар. Су құйғанда да бұл суккулент сортына жатады, суды жақсы көре бермейді. Енді мына үлкен доллар гүліме келетін болсақ, бұл 3-4 жылдық доллар гүлі. Міне жапырағы неге сарғаяды деген сұраққа осы доллар гүліне қарап отырып жауап бергім келіп отыр. Егер мынандай бір жапырағы, егер екі жапырағы сарғайса, ол қалыпты жағдай деп есептелінеді. Доллар гүлі ескірген сайын, жаңа жапырақтарын шығарған сайын, ескі жапырақтарын солай сарғайтып қурап отырады. Ол қалыпты жағдай. Мына жерде мына доллар гүлі барлығының жапырақтары әдемі жап-жасыл болып көрініп тұрған жоқ, қараңыздаршы. Бұл гүл хлороз ауруымен ауырып жатыр. Хлороз ауруы дегеніміз құрамында темірдің, не меттің, не цинктің жетіспеуінен болады. Сол себепті де бұған хлороз ауруынан емдеу керек. Бұны хлороз ауруынан немен емдеймін деген сұраққа жауап берейін. Мына микрофе бұл железо. Құрамында хлороз ауруға қарсы от пожелтения листьев дейді. Бұл жапырақтың сарғаюына қарсы препарат. Енді мына қарап тұрсаңыздар, мына сарғайған жапырақтар қайтадан қалпына келмейді, бірақ жаңадан шығаратын стрелкалары, жаңадан шығаратын жапырақтары әдемі сау болып өседі. Сол себепті де мына микрофе препаратын қолдансаңыздар болады. Егер осыны алдын алу үшін, осылай жапырақтары сарғайып кетпеуін алдын алу үшін, мен мына тыңайтқышты қолданып енді бастадым. Мына агриколаның для декоративных лиственных, бұл барлық жапырақты гүлдемейтін гүлдерге қолданыла береді. Мына қараңыздар, микроэлементтер өте көп. Ішінде мед де бар, цинк та бар, көріп тұрсаңыздар, железо да бар, барлық құрамы бар. Жапырақтарыңыздың гүлдері сарғаймас үшін, хлороз ауруы болмас үшін осы тыңайтқышты қолдансаңыздар алдын алады. Мен бұны қолданбайтынмын, басқа тыңайтқыш қолданатынмын. Енді осыған өтіп, осының микроэлементтері қатты ұнады маған. Осыны қолданып бастағалы, қараңыздар, мына доллар гүлі атроскалаған өте жақсы, жапырақтары жап-жасыл, жып-жылтыр болып өсіп жатыр. Бұл тыңайтқышты 10 күнде бір рет, сонда айына 2 рет қолдансаңыздар болады. Өзі дозасы барлығы жазылған. Бұл ешқандай да реклама емес, жай сіздермен бөліскім келіп отыр. Енді бірақ бұл тыңайтқышты мынаған енді пока қолданбаймын, бұған жаңағы микрофе қолданып жүрмін. Енді қараңыздар, мынау менің ең үлкен доллар гүлім болатын. Алдында бұл видеода көрсеткенмін. Горшогысын қойыпты ғой. Бұл гүл жаңағыдай мынандай болып барлығы сарғайып, ескірді, үлкен болғандықтан. Сол себепті де мен қараңыздар, барлығын кесіп тастағанмын. Кесіп, барлығын атроскалап тастадым. Бұдан шыққан атроскаларына жапырағы бойынша, стрелкалары бойынша суға салып та, топыраққа да отырғызып, қазір ол туралы сіздерге айтатын боламын. Көрініп тұрса, нәтижесі жаңа жапырақтар шығарып келе жатыр. Енді бұл жаңа шығарып келе жатқан жапырақтарға мен мына тыңайтқышты қолданатын боламын.
әсері жақсы болады, ешқандай да хлороз аурумен ауырмайды, жап-жасыл, жып-жылтыр болып әдемі өсетін болады деген ойдамын. Осылай егер жапырақтары сарғайып жатса, гүлді бірден тастауға жаңағыдай асықпаңыздар. Осылай кесіп барлығын былай атроскалап, осылай топыраққа жапырақтарын тығып қойсаңыздар да болады. Бұл суға салып қойсаңыздар болады. Мына көрініп тұрса, қараңыздар. Суға салынған жаңағы доллар гүлі картошка шығармайды, тек қана тамыр шығарады. Картошкасын бұл топыраққа мысалы тамырлады, бұны отырғызу керекпіз ғой, сол кезде шығарады болады. Ал егер осылай топыраққа отырғызатын болсаңыздар, бірден картошкасымен тамырымен бірге шығатын болады. Мына қараңыздар, мына картошкасы шығып, міне тамырлаған. Осылай барлық гүлдеріңіз жайқалып өсе берсін. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, тағы да төменге қалдырсаңыздар болады. Міндетті түрде сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Гүлдеріңізді жаңағыдай тастауға асықпаңыздар. Осылай кесіп тастап, атроскаласаңыздар. Ары қарай егер мына жапырағы да кесілген болса да тастамаңыздар. Астындағы картошкасынан мындай жаңа стрелкалар, жаңа жапырақтар шығатын болады. Бұл гүлдің күтімі қатты капризный емес. Суды тек жақсы көрмейді. Су құйғанда абай болыңыздар. Гүлдің жауы су деп үнемі айтамын мен. Суды рағы толығымен кепкеннен кейін барып құйсаңыздар болады. Қараңыздар, әдемі болып тұр. Гүлдеріңіз жақсы болып жайқалып, сіздерді қуанта берсін. Лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.